Қайырлы күн менің оқырмандарым, менің арнама қош келдіңіздер. Лайк басып, менің арнама қосылып тіркеліп отырыңыздар. Алдын ала рахмет. Бүгінгі біздің әңгімеміз өгей шеше. 7-ші сыныпты бітірген жылы біздің ауылға бір ерекше бала келді. Аты Ербол. Әкесінің бауыры Нарынқолда тұрады екен. Ерекшелігі сол, орысша таза сөйлейді. Гитараның құлағында ойнайды, дауысы да әжептәуір. Кейде біз естімеген ақындардың өлеңдерін оқиды. Өзі біздің әулетке құда бала болып келеді екен. Сондықтан алғашқы танысқаны да, кейін жақын досы да мен болып шыға келдім. Соншама өнерлі, ақылды болғанымен үнемі көздерінде мұң толып, көңілсіз жүретін. Өмірдің өзі ерте есеткені, көп әрекетінен байқалып тұратын. Сол бала ауылда бір айдай аунап-қунап болған соң үйіне қайтуға жиналды. Кетерінде маған қолқа салмасы бар ма? Біздің ауылға жүр дейді. 10 шақты күн демалып қайтасын. Қапшағайдың суы іргеде тулап жатыр. Суға түсеміз, балық аулаймыз. Ойланып қалдым. Барғым келіп тұр. Каникул біткенше әлі 2 ай бар. Ерболға да үйреніп қалғандаймын. Үйдегілер алғашында қарсы болғанымен, ойланып әкем келісім берді. Барсын деді, 2 қолын қалтаға салып сенделіп жүргенше демалып қайтсын. Оның үстіне бөтен емес құдалар ғой. Балаға дұрыстап қарайтын шығар. Сөйтіп, Ерболдың ауылынан бір-ақ шықтым. Керемет, үйдің іргесінде теңіз шулайды. Алыстан кішігірім кемелер көрінеді. Ерболдың әкесі біз тұрғанда жұмысқа кетіп, үйдің шешесі ғана қалады. Досым тұра сала терезенің алдында тұрған гүлдерге су құяды. Асықпай баптап суарады. Кейде күбірлеп гүлдермен сөйлесіп жүргенін байқаймын. Ал шешесімен бір ретте тілдескенін көрген жоқпын. Міне, гүлдерін суға қандырып, сырын ақтарып болып маған ымдап жатыр. Көлге кеттік дегені. Жүгіріп шешініп көлге қойып кеттік. Әбден шаршағанда ғана жағалауға шығып, ыстық құмға аунап жатырмыз. Ербол деймін, сен шешемен неге сөйлеспейсің? Ол кісі де үндемейді. Ол менің шешем емес дейді. Досым арқасын күнге беріп жатыр. Анам 2 жыл бұрын қайтыс болған. Әкем маған қарайды деп, мына кісіні үйге кіргізген. Өгей шеше болды ғой дедім мен. Кейде ол да туған анаңдай болып кетеуді деуші еді. Жақсы болса жағаласып нем бар деді. Ербол жұлып алғандай. Үйге енгеннен анамнан қалған дүниелерді жоюдан бастады. Байқасаң үйде анамның бір суреті көрінбейді. Бәрін тығып тастады. Қалғаны анау гүлдер ғана. Анам гүлдерді өте жақсы көретін. Уақытының көбі соларды баптаумен өтетін. Үй гүлдерінің өз ерекшеліктері болатын алғаш анамнан естіп едім. Раушан гүлдері үйдің ауасын тазалайды. Ана бір гүлдер үйге енген ниеті жаман жандардың жағымсыз энергетикасын өзіне тартып алады. Шешем өмірден өтерінен 2 күн бұрын мені шақырып алып, маңдайымнан сипап, кемсеңдеп жатып, балам, ақылды бол, гүлдерімді қарай жүр дегенді ұмыта алмаймын. Үйдегілер гүлдер анамнан жалғыз қалған естелік қой мен үшін. Ербол аунап түсіп, бір уыс бұлт жоқ көгілдір аспанға қарап, үнсіз жатты. Мен де мазаламадым. Гүлдермен күнде неге сырласатын енді түсінгендеймін. Күндер осылай өтіп жатты. Ерболдың гүлдеріне су құйып, күбірлеп әңгіме айтатыны да көз үйренді.
Бір күні күн батқанша балық ұстап кеш қайттық. Үйде кіре бергенде досың аңырап қоя берді. Гүлдерімді құртыпты. Терезе жаққа қарағанмын, обал-ай, таңертең жайнап тұрған гүлдер бүрісіп құлап жатыр. Айқайды естіп түпкі бөлмеден өгей шеше шықты. Біреу өлгенде неге бақырасың, деді сұрланып. Гүлдеріңе тыңайтқыш сатып әкеліп сала қойып едім, қайдан білейін, солды да қалды ғой. Ербол ештеңе демеді, жылаған күй далаға атып шықты. Артынан еріп келемін, әдейі істеді. Анашым-ай, гүлдеріңе қарай алмадым. Сені сағынғанда гүлдеріңді иіскеп мауқымды басушы едім. Енді маған бұл үйде ештеңе қалған жоқ. Кетемін. Жылап барады, сөйлеп барады. Менің де көзіме жас парлап қоя берді. Ертесіне Ербол менімен бірге біздің ауылға қайтты. Үйіне қайтып оралған жоқ. Мектепті Нарынқолда бітірді. Сол досым кейін мединститутты бітіріп, елдегі ең білікті дәрігердің біріне айналды. Осы әңгімені жазып отырған пақырды да ажалдан арашалап қалғаны бар. Жуырда үйіне шақырған. Хан сарайдай кең бөлмелерін аралап жүргенмін. Көзім терезенің жақтауында тізіліп тұрған үй гүлдеріне түскені. Үлбірейген кіл әдемі гүлдер. Анамның аманаты ғой, деді досым. Күнде таңертең өзім су құямын, кейде сырласып қоятыным бар. Кешірші деймін, баяғы оқиға есіме түсіп. Өгей шешең бар ма? Ол кісі әкем өмірден өткен соң, 3 күннен соң ақ үйдегі бар жиған тергенді тиеп алып, бір күнде тайып тұрған. Шешемнен қалған ұсақ түйекке дейін іле кетті. Кейін мынау қалалық ауруханада бас дәрігер болып тұрғанымда, шұғыл операция жасау керек болып жетіп барсам, өлім мен өмірдің арасында арпалысып өгей шешем жатыр. Сосын деймін, сосын не болды? Мені бірден танып жылап қоя берді. Өміріме қасірет сыйлаған, анамның аруағымен алысып, гүлдеріне сеуіп өлтірген, онымен қоса менің балалық шағымды өлтірген адамның өмірі менің қолымда тұрды. Сенесің бе? Мен осы сәтті қаншама жыл күттім. Талай түн өгей шешенің қиянатын ойлап қиналып шықтым. Бірақ 3 сағат бойы операцияны өзім жасап, оны өлімнен алып қалдым. Бас тартуға болар еді. Тәтім жібермеді. Кейін қиыншылықта қайтыс болды деп естідім. Жалғыз қалған екен, жаза шығар. Осыны айтып, досым гүлдерін аялап сипап бастады. Кейбіреуіне күбірлеп сөйлеп қояды. Анасы есіне түскен шығар. Аманат қой. Я, құрметті менің оқырмандарым, туған ананың қадіріне ешкім жете бермейді. Содан да адам өгей ана бола тұрса да, өгей әке бола тұрса да, жетім баланы өзінің бауырына алып, құшақтап, оны жүрегіне алып, оған мейірімділік пен қамқорлық көрсеткенге не жетсін? Балдарды жетімсіретпей, өгей ана болсын, өгей әке болсын, айтарым. Жүрекке мейірімділік кіргізіп, өзінің балаң болмаса да, туған балаңдай қарап, оны өсіріп, оны қамқорлыққа алып, туған балаңдай қарап, оны ер жеткізіп, өсіргенге не жетсін? Өйткені сенің жасаған жақсылықтарының барлығы ол Алладан қайтады. Алла бәрін көруші, білуші, естуші. Сол үшін біреуге қиянат жасамай, обал жасамай, ол баланы, бала болсын, қыз бала болсын, жетімді жетімсіретпей,
оны бауырыңа алып, оған өзінің жүрегіңдегі махаббатыңды беріп өсіргенге не жетсін. Ал құрметті менің оқырмандарым, осымен менің әңгімем тәмам болды. Менімен бірге соңына дейін бірге тыңдағандарыңыз үшін рахмет үлкен. Каналыма лайк басып тіркеліп отырайық. Әлі де алда мен сіздермен өте жақсы қызықты әңгіме хикаялармен бөлісетін боламын.